Мастер тауып алдық. Сомның ішінде, оказывается, осындай мастер бар екен, если что. Гравировка жасайды, еще сағаттарды ремонт жасайды. Қазір мен сағатымды қысқартамыз. Керек болса, келіңіздер. Әйтпесе таппай қалдық мастер жаңа. 1 сағатқа целая книжка. Представляете? Вот, готово. Итого? 500 тенге. 500 тенге? Так дешево. Құрметті менің оқырмандарым, оказывается, соның ішінде мынандай сыйлықтардың бутиктары өте көп екен ғой. Ұлттық сыйлықтар, қолөнер сыйлықтары. Мына жерде 2-3 бутик бар. Егер мысалы жұмыстарыңызда, бастықтарыңызға, коллегаларыңызға сыйлық іздесеңіздер, мына жерге келіп болады екен, бәрі бар екен. Empire даже здесь есть. Классно. Өте әдемі шапандар бар екен. Мына жақта сағаттар. Қараңыздар. Мен бірінші рет көріп тұрмын, мынаны білмейді де, мынаның ішінде вообще бірдеңе бар екен. Сағаттар қараңыз қандай әдемі. И мына жерде қазір бір бутикті көрсетем. Күшті не бар екен мынадай. Ұлттық. И ана жерде күшті шапандар тұр. Қайда шапандар? Мына жақта шапандар. Классно, да? Дүкенші апайлар Қайратты көріп қалып фотоға түсіп жатыр. Қайрат деп, как будто танитын адам сияқты жүгіріп шықты ғой. Сонда танып жатыр. Қаратсаң, Қайрат деп, сен танитын адам сияқты шықты ғой, Қайрат. Қайрат дегеніңіз таныс адам қарап қойдым. Мен де сөйтіп ойлап қалдым ғой.